жасайын деп те ойлаған емеспін мен. Дәу болып кетті. Дау болып кетті. Потихоньку үйреніп жатамын қазақша. Екі сөздерді білмеймін, түсіндіреді. Мысалы, пұт деген, бұлар аяқ деген. Иә. Аяқ деген, ыдыс-аяқ. Ыдыс-аяқ. Мәссаған. Сонда аяқпен тамақ ішеміз дейсіздер ме? Аяққа құй дейсіздер ме? Жаңа қалайсыз? Жақсымыз. Жігітіңіз қайда? Келе жатыр ма? Неге кешігіп жүр? Мәссаған. Сіз екеуіңіз ұзақ сөйлесесіздер ме телефонмен? Телефонмен? Иә. Телефонмен сөйлесесіз? Андай бола ма сіздерде? Кейбір жұптарда болады ғой. Таңертең оятады 6-да. Қыз бен жігіттерде ше. Мынандай уақытта оят. Көрсетейін ба? Сіздер сондай оятасыз ба? Тұржан деп ше. Неше рет звондадым бүгін қараңыз. Міне. Мәссаған. Қанша? Сонда? Сол оятқанша мен звондай беремін. Ояндым деген екен болды. Оятамадың ба? Айтама, мен таңертең оятып жіберші деп ше. Басында отношения басталған уақытта бір рет айтқан мен асында өзің тұрғанда мен сені қосып ояттым. Содан кейін уже менде привычка болып қалған. Өзім тұрамын, сразу звондаймын. Сразу тұрсын деп ше. Таман шықсын, бетші шықсын деп звондаймын. Қалайсыз, Жансая? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсымыз. Қалай ұйықтадыңыз? Жақсы. Аз ұйықтадық, аз. Ұйықтадық? Кіммен ұйықтадыңыз? Қымбат үйінде болған. Солай. Бүгін айтпақшы бітіруші түлектерді шын жүрсем құттықтаймын. Үлкен өмірге аяқ басуларыңызбен. Сіздерді үлкен жарқын болашақ күтіп тұр. Тек сәттілік тілеймін. Грантқа түсіп кетіңіздер. Менің негізі бүгін мектеп өткеніне 2 жыл болыпты. 2 жыл? Иә, мектепте жүргенде үлкен өмірге асығатындардың бірі мен болғанмын. Бірақ сол іске өкінемін деп те айттым. Өйткені өткен іске өкпе жоқ. Бірақ мектепті, сыныбымды, сыныптастарымды өте бөлек сағындым үшін айтамын. Мен сізді жақсы көремін. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бүгін ерекше әдемі болып тұрсыз, білесіз ба? Өзіңізге ұнап тұр ма? Неге сіздер өздеріңізге ұнамайсыздар осы? Білмеймін, маған негізі ұнайды ғой, просто кішкене шашым андай алба-жұлба болып тұрғаннан кейін. Жоқ, ерекше болып тұр. Ерекше болып тұр негізі. Қазір де телефонмен сөйлесіп жүрсіз бе? Қазір жиі сөйлеспейсіз, иә? Тақтаймын. Бастауын. Мен келе салып тақтаймын. Сіздің оқу бітіргеніңізге қанша уақыт болды? Қанша жыл болды? 4 жыл? Сіз 9-дан кеттіңіз ба? Тақтаймын, бірақ қазір 30-на дейін оқитын. Сонымен қымбат, сіздің ойыңызша өмірдің мәні неде?